Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Ләззат ханым. Тұтқынға түскен Найманның 3 нөкері мұсылмандарға қарсы шығуға біз қолбасшымыздың соңынан осы мақсатта ердік деп өз айтқандарына мәз болып жатады. Сендерді жоқ етеміз, сенген құдайларың да көмектесе алмайды сендерге деп намыстарына тиеді. Ашуға булыққан Тұрғыт қанжарын суырып алып, аузы жабылмай тұрған нөкердің тамағын осып жібереді. Сендерге жаман жаңалықты айтуға уақыт келді дейді Осман. Қандай адамның соңынан ергендеріңді сендерге айтып берейін. Қолбасшыларың Найман, осы топырақтың бүкіл мұсылманын жоямын деп жүрген қолбасшыларың Найманның өзі ислам дінін қабылдады дейді Осман. Сен шындықты айтып тұрсың ба, Османбек? Деп таңырқайды тұтқынның бірі. Я, сендердің істеріңнің аяқталғанын айтып тұр дейді Тұрғыт. Тұтқындағы қалған 2 нөкер оттың ортасында қалғанын сезіп, бір-біріне қарасып аң-таң болып қалады. Османның алдынан барлауға жіберген бір батыры келіп, ақпараттар береді. Бек, біз сен айтқан жолдарды бақыладық. Ертең Найманның керуені біздің жерлерге кіріп келеді дейді. Яғни олар сен айтқан жолдармен жүріп келеді екен ғой, Османбек дейді Тұрғыт. Біз өз уақытында оларға соққы береміз. Өзіміздің келесі іс жоспарларымыз үшін дейді Осман. Келесі іс жоспарлар деп таңғалып қалады Тұрғыт. Бегім, сізге мынаны беруімді өтінді деп Османбектің қолына хатты ұсынады. Кімнен екен бегім деп Боран қызығушылық танытады. Бұл жанымызда жүргендерден емес, жүрегінде сақтап жүргеннен. Менен хабар күтіңдер деп Осман жалғыз өзі кетіп қалады. Я солай болсын деп батырлары қалып қалады. Өктембектің қонысы. Тұрыңдар, Бенги бегім келеді деп бектер орнынан тұрып Бенги бегімді қарсылады. Өктембектің орны бос қаңырап тұр, Бенги бегім. Бектерді жинап, бек орнына лайықты адам қоюымыз керек. Өктембектің орнын басатын баласы да жоқ, бек болатын дейді бектер. Сен айтып тұрған бек орны босап қалатындай біз құрып жойылып кетпедік. Сендердікі не деген асығыстық. Мен кеше ғана күйеуім Өктембекті жер қойнына бердім. Ал сендер тек бектің орны бос қалғаны мазалап, соны ғана жоқтап отыр екенсіңдер ғой. Бектеріңді жоқтаудың орнына. Ал егер мен ертең сендерге бегімді өлтірген Найманға қарсы тұрамыз, кегімізді аламыз десем, қайсың атылып шығар екенсіңдер? Дауыстарың шығар ма еді сол кезде? Үндерің өшіп қалатын шығар ол кезде. Сендердің дауыстарың тек менің отауымда ғана шығады екен. Біздің бегіміз шахид болды, топырағы кеуіп те үлгермеді, ал сендердің араларыңнан менің бегім сияқтыларың бар ма? Айтатын болсаңдар қазір айтыңдар, қазір шықсын дауыстарың, қане айтыңдар, қайсың дейді Бенги бегім. Сен айтқан Найман өте үлкен жасақпен келді, ал біздің санымыз олардан тіптім аз. Ал осындай жағдайда біз не істер едік дейді бектер. Ал сендер шахид болған балаларымыз үшін, бегіміз үшін кек алмайсыңдар ма? Өздеріңнің қорқақтықтарыңнан ештеңе де істей алмайсыңдар дейді Бенги бегім. Османбек кегімізді алады дейді бектер. Әрине алады, бірақ Осман әрдайым іс-әрекеттерді созып қиындатады. Соның салдарынан біз балаларымыздан айырылдық, бектерімізден айырылдық, қонысымызға ащы қайғы туды. Мен уақытты созбақтап отырмаймын. Олар осы жауаптың шешімін табамын деп отырғанда, ал сендерге қарасам, сендерден де түк шықпайтын секілді дейді Бенги бегім. Ал құрметті оқырмандарым, бектің орнына таласқан бектердің соңы не болатын көргіңіз келсе, келесі видеомды көруіңізді сұранамын. Осы бөлім туралы пікірлеріңіз қалай? Комментарийға жаза кетіңіздер. Келесі видеоны күтіңіздер. Назарларыңызға рахмет.